Жақсылық пен құрметке ауыл лайық. Айналайын, ағайын, ауырмайық. Ағаш атқа мініп алыпсың. Қамшың қайда енді? Қолда қамшы болу керек еді. Қамшыны ұмытып кеткенсің ғой үйге. Міне қамшысы бар. Өзіме қарап айтатын болсам, мен көкпардан басқа ұлттық ойынды шауып көрген емеспін, болмаса садақ атып көрген емеспін, сондықтан ол ойындарға аса жауап бере алмаймын. Енді ол ұлттық ойынның бір маманы емеспін ғой мен ше. Ең бірінші мен шақырғанда мақсат сол жігіттерді атқа мінгізіп бірінші біз үйреттік. Бір-екі ай аттың үстінде жүріп, бір-екі аттан құлап үйренді. Жай ғана ер азаматтар білет, ат үстінде жүрген ер азаматтар ол денсаулыққа қаншалықты пайдалы екенін. Сондықтан ол бір жарнамаға зәру емес, енді атқа мініңдер денсаулыққа пайдалы деп айтады. Сондықтан да сондай сәттерде ашуға болып, эмоцияға кетіп қалатын, енді өнер адам болғаннан кейін ондай да болады ғой бізде. Әділетсіздікке жиі ұшырайсыз? Жиі ұшыраймын деп айта алмаймын, мен өзімді ренжітуге ешкімге жол бермеймін. Сіздерге. Ынтымақ, бірлік болсын деймін. Мереке құтты болсын. Көп рахмет. Өзіңізге де құтты болсын. Рахмет. Ол менің мойныма тағылған ешқашан шешілмейді. Запомни одну фразу. Все будет, но не сразу. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Ауыл лайық бағдарламасының бүгінгі шығарылымы ұлыстың ұлы күні әз Наурыз мерекесіне арналады. Ендеше қазір университетіміздің ректоры Тілектес Исабайұлының университет ұжымын жалпы қазақ халқын Наурыз мерекесімен құттықтауын тамашалайық. Сюжетке назар аударайық. Құрметті әріптестер, білім алушы жастар, баршаңызды жыл басы Наурыз мерекесімен ізгі ниет, шынайы көңілмен құттықтаймын. Наурыз жаңару мен өркендеудің, ұлттық келбетіміз бен абырой беделіміздің, тамыры терең дәстүр салтымыз бен азат рухымыздың айқын белгісі. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығымен қатар келген биылғы Наурыз мерекесі ерекше мәнге ие. Елімізге амандық, ынтымақтастық, бейбітшілік тілеймін. Құрметті әріптестер, білім алушы жастар, біздің табыстарымыз бен жетістіктеріміз алдағы уақытта да жаңа идеялық ізденістермен, қарышты қадамдармен жалғасын таба беретініне сеніміміз мол. Мен өз атымнан, ғылыми кеңес пен ректорат мүшелері атынан барша әріптестеріме, университетіміздің әр оқытушы ғалымына, әр қызметкеріне, білім алушы жастарымызға ерекше алғысымды айтамын. Ұлыстың ұлы мейрамында бәрімізге зор денсаулық, әр шаңыраққа қуаныш бақыт, береке байлық, ырыс ынтымақ, жақсылық тілеймін. Ай, бәрекелді. Алейкум салам. Молда бол балам, үлкен, дәу бала бол. Бәрекелді. Қайдан келе жатырсың? Мен көкпарды тартып келе жатырмын. Міне, қазақтың ұлттық ойыны көкпар тартып келеді баламыз. Көкпар қандай ойын? Көкпар қазақтың ұлттық ойыны. Міне, ұлттық ойындарын бір насихаттап жүрмін, тамаша баламызға. Енді бір батаңыз беріңіз, батыр атқа мініп кетті. Атқан қонған кезде қазақта мынау Наурызға байланысты бата беріледі енді. Ал балам жортқанда жолым болсын, жолдасың қыдыр болсын, ғұмырлы бол, бақытты бол, елерге саман, жұртымыз тыныш, әз Наурыздан Наурызға жете беруге Алла нәсіп етсін. Ай, бәрекелді. Жол болсын, батыр. Жолың болсын. Тағы шауып атқа. Тоқтамай шап. Бүгінгі студиямыздың қонағы ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, профессор, жылқытанушы ғалым Исхан Қайрат ағамыз. Қош келдіңіз аға. Рахмет сіздерге. Қош көрдік. Ауыл лайық бағдарламасының осы түсірілімін арнайы әз Наурызға арнап отырмыз. Студиямызға
жаңағына бір үлкен азамат келіп кетті, өзінің ағашқа мініп алып, ауылда талай жыл жаңағы шыбыққа мініп ойнап жүріп, өзіміздің жаңағы азамат екенімізді сезінген болатынбыз. Ат үстінде ойналатын былай да ұлттық ойындар бар. Соның бірі көкпар деп жатырмыз. Сол көкпар жайында бір ауыз айта кетсеңіз. Сол ұлттық ойындардың түрін қаламмен жазып таспаға түсіріп кеткені де бар, түспей қалған шамасы да бар. Соны енді 2011 жылы біз зерттеу барысында бүгінгі таңда ат сайыс ойындары деген міне сіз екеуіңізге екі кітап әкеліп отырмын сыйлыққа. Мына сыйға берейін. Міне осы кітапта 100-ден аса атқа байланысты, ат сайыс ойындарына байланысты түрлері бар. Көкпар ойыны ол да қазақтың төл ойынына жатады, ұлттық ойынына. Сонысымен қоса түркі тілдес елдерге де жатады. Міне сондықтан бұл ұлттық ойын өзіміздікі болғанмен біз енді соны қаламға, ғылымға кіргізу үшін осындай кітап шығып отыр енді. Ал енді бұл ұлттық ойынның көкпардың ерекшелігі бұл кезінде жаугершілік заманда біздің енді ата-бабамыз жылқыны қолға үйреткен, ең алғашқы қолға үйреткен ол туралы ғылыми деректер, бүгінгі археолог ғалымдар, гистолог ғалымдар дәлелдеп отыр. Енді көкпар ойыны ол жігіттікті, мықтылықты, тақымның мына білек күшті арттыруға. Сонымен қоса астындағы аттың жылпостығы, ұшқырлығы, төзімділігі, икемділігі қабілетін жоғарылатады. Сондықтан көкпар ойыны ол бүгінгі таңға дейін өз күшін жоймаған, жаңа ұлттық ойындардың бірі. Әз наурызда ол міндетті түрде ойналады. Біз білмейтін, елестімеген, елең еткізер бір ойындардың түрі бар ма атпен ойнайтын? Ондай ойын, ұлттық ойындардың түрлері бар. Енді мына жерде көбі кірді. Мен бұл кітаптың жаңа ерекшелігін сіздерге қысқаша айттым ғой. Қамшы тастау деген ойын бар. Қамшы тастау. Қамшы тастау деген ойынымыз сызықты сызады, сызық сызып қояды. Соған бір 100-деген метр қашықтықтан жылқының үстіндегі атпен бірге шабады. Сол сызыққа қамшыны тастау керек. Сызықтың үстіне түсетін болса қамшы, онда ол ұтты деген сөз. Сызықтың үстіне қамшы түспей қалған жағдайда, онда ол ұтылған адамға оған май жегізеді, жылқының майын ішкізіп жегізеді. Болмаса жаңа қымыз, шұбат, көбірек еседен көп беріледі. Жазалауын түрі ұтылғанның есебінде. Қазақта тағы бір ойынның түрі, үлкен астарда мыңдаған, жүздеген қазақ үйлер тігілген, киіз үй дейміз ғой енді. Сол кезде сыйлы қонақ келетін болса, соған аттың үстіндегі тағамды алып барады. Демек, ол аттың үстінде тұрған кезде ат не жорғалап барады, не аянмен барады. Бірақ үстіндегі ат ер-тоқымға отырмайды үзеңгіден, аяғын шығарып ер-тоқымның үстінде тұрады. Сөйтеді бір қолымен тізгін ұстайды, бір қолына табақты алады. Сөйтіп сыйлы, сол қазақ үйдегі сыйлы қонаққа ана нені дәстүрді алып барады. Сонда ол өте мәртебелі, құрметті адамға ғана көрсетілетін ойынның бір түрі. Жылқытану ғылымын зерттеу барысында соңғы уақытта қандай жаңалықтар ашылды біздің елімізге, біздің өзіміздің қазақ жылқысының тұқымына байланысты? 1980 жылы Ботай қорымнан 150 мың бас жылқының сүйегі тауылып, сүйектің қаңқасын құраған кезде екі жылқының қаңқасы шығады. Бірі шоқтығын биіктігі 135-тен 150 сантиметрге дейін, екіншісі 150-ден 165 сантиметрге дейін. Демек, біздің қазақтың жерінде бүкіл жылқы атауы қазақ жерінен шыққан деген пайым болды. Ол туралы үлкен ақпараттар бар жерде бар. Және ұлы даланың жеті қыры деген осыдан 2 жыл бұрын елбасының мақаласы шыққан ол туралы. Бұл да үлкен жаңалықтың бірі. Қазанаттың құйрығы әрі жібек, әрі қыл, азаматтың мінезі әрі мырза, әрі құл деген сөз бар екен. Енді осыған байланысты жалпы біз осы аттан түскелі қандай қасиеттерді жоғалттық? Әр қазақтың шығарған мақал мәтелі ол қазақтың ғылыми диссертациялық жұмысының түйіні деп. Өйткені және сіздің айтып отырғаныңыз қазанаттың жалы бірде жібек, бірде қыл дейтін өзі, ол жалдың өзі қазіргі тілмен айтқан кезде тестостерон деген гормонның организмде күштілігін, барлығын, жоқтылығын білдіреді. Ол ғылыми түрде. Соны оқымай-ақ қазақ атамыз
пайымдап кеткен. Қазақ аттан түскеннен бері жаңағындай ауруларды да көп қабылдай бастадық. Рухымыз да төмен түсе бастады. Енді бәріне шүкір дейміз. Егемендік алғаннан бері қазақтың дәстүрлі ойын сауықтары, атқа мінуі жылдап жылдыға артып келе жатыр. Алдыңызда тұрған ат әбзелдерінің бірі ер-тоқым. Бұл үлкен ер-тоқымға көп нәрсе байланысты. Өйткені ер-тоқым азамат сақтайды, азамат бүкіл ел сақтайды деген ұғым бар. Ер-тоқымның түрлері бар негізі. Мына алдымызда тұрған бұл қазақы ердің бірі, шошақ ер деп аталады. Мына жерде былай домалақ болатын болса, бұны найман ер немесе қазақ ер дейді. Мынау енді шошақ ер болған, бұл көкпарға бір жағы жақсы тартқанда. Мынау құйысқан міне. Мынау өмілдірік былай төсіппен тұрады, аттың алдына былай түсіп. Сонда мына ер-тоқымды артқа жібермейді. Сақтап тұрады. Сақтап тұрады. Бір жағы сәнділік. Екінші жағы мынау артқа қарай жүреді. Мынау құйысқан жаңа құйымшақпен құйрықтың астына кіріп тұрады. Бұл ер-тоқымды алдыға жібермейді. Бір жағы сәндік үшін, бір жағы аунап мынау кетіп қалмау үшін. Енді мынаны бір жерлерде айыл деп жатады, бір жерлерде тартпа деп жатады. Тартпаның екі түрі болады негізі. Төс айыл, төс тартпа, және шап тартпа дейді, неме төс айыл, шап айыл деп жатады. Мынау енді барлығы қайсыдан жасалынған, бұл сәндік түрде жасалынған екен. Енді осындай жаңағы іс-шараларда, наурызда мініледі. Жалпы мынау барлығы қайсыдан жасалынған міне. Мынаның бәрі таспасы, мынау 4 таспамен өрілген. Мынау қайсының өзі тілген кезде 6 таспа, 4 таспа, 12 таспа, осы таспаларға 24 таспаға дейін бөлінеді. Мынау енді үзеңгі бау мына жерде енді жалпы жұқа қылып көрсеткен, мынау енді көрмеге қойылған. Мынау қалың болады үзеңгі бау, себебі мынау бау арқылы біз тақымға басқан кезде осыны беріктелген мықты болады. Мына үзеңгінің өзі әр түрлі болады. Қатты аязда, мысалы Шығыс Қазақстан, Ақмола облыстарында, орталық Қазақстан 50-55 градус аязы болады. Сол кезде мына үзеңгіні, мынандай темір үзеңгіні олар тақпайды аттың үстіне. Бұған ағаш үзеңгі жасалынады, ағаштан. Сонда ағаш үзеңгі 50 градус аязда аяқ киімнің сыртын қармайды, аяққа су өткізбейді. Мынау енді үзеңгі бау, қанжаға дейміз ғой, мына жағында бар ма? Қанжаға. Қызына қалжа апарады. Сонда айтады, қоянның еті енді қалжаға жарамайды дегенде. Сондықтан қанжаға майлансын деген жаңағы көзқарас. Мынау енді қанжағаның тағы басқа мақсаттары бар. Бұның тек қана ол неге ғана байланысты емес, бұл енді артық жүктерін байлап қойса да болады. Олжаның бәрін осы қанжығаға байлаған ғой? Олжаның бәрін. Мынау қасалар енді, мына қаса, мына ер-тоқымның қасы өте маңыздысы осында. Мына қастың арасы бір белгілі мөлшерде көтеріп көрсетейікші, жаңағы айтып отырған сақталу керек. Қасы. Міне қас. Мына қасымыз мынау қашықтығы бірдей болу керек, себебі аттың арқасына тимеу керек. Мынау тиетін болса жауыр қыламыз, немесе мына арқасын қажап алып тастаймыз. Сондықтан мына қасқа үлкен мән беріледі. Қайрат аға, жалпы бір жақсы өте түсінік бердіңіз. Басқа да ұлттық ойындардың бірі баланы жастан тәрбиелейміз ғой. Асық атудың өзі бір үлкен мәдениет. Оның өзі бір дәлдікке, шеберлікке, баланы тәрбиелеуге, икемділікке, ұтқырлыққа деген сияқты. Одан кейін мынау қаржыны жақсы есептеуге, қазір қаржыгерлер жақсы көреді. Сондықтан асықты ұтып алу, оны жинай білу, банк сияқты. Одан кейін оны құлжаны сатып алу үшін 100 асық. Баяғыда біз бала күнімізде бір құлжа, енді құлжаның асығы бұрын болмайтын. Сол құлжаны асығын сатып алып 100 асық беретінбіз. Сондықтан саудаласуға да үлкен мәні бар да. Келісімшарт жасасуға да. Соның барлығы бала күнінен қалыптастырған. Қалай тәрбиелеген, тек әлгі асық ойнап бүйтіп ұлттық ойын деп лақтыру ғана емес, соның мәмілеге келу, анан көздеген дүниесіне жету қалайда. Ол мақсат қоя білу керек. Қазір рухты көтеру үшін мақсат қою керек, мақсатқа жоспар құру керек. Соған жету керек. Қай уақытта болсын жету керек.
жасат аяқтан қалады дейді. Аяғыңызға не болды? Аяққа бір аса ештеңе болған жоқ. Аллаға шүкір. Бұл атқа мінгеннен кейін өзі шабандоздың жүрісі талтақ келеді. Аттың тағымы солай өзі. Тағым бекем. Біз енді күндіз түн атта жүрген адам емеспіз. Бірақ десе де әйтеуір қазақи бойымызда қан бар ғой, атқа мінген. Енді күн түн атта жүрген жігіттер бүйтіп шаршап қалмайды. Біздер енді кішкене аяқты алып шатымыз талып қалады. Негіз бала кезден атқа мінесіз бе? Бала кезден атқа міндік. Ауылдың жігітісіз. Ауылдың жігітіміз. Түрім айтты ғой, қанша қалан кім деп алдайын десем болмайды. Түрім білдіріп қоя береді деп. Қанша орысша сөйлесем де біліп қояды дегендей. Ауылдың жігітіміз, ауылда өстік. Бала күннен ат жетектеп, атарқандап, тай үйретіп деген сияқты. Бірақ бұлай жүйелі түрде көкпар тартып жүрген жоқ. Көкпарға қалай келдіңіз осы өнер көкпарынан клубқа? Өнер көкпарына енді негіз бір шама ойда жүрген дүние 4-5 жыл бұрын осы көкпардан жарыс жасасақ деп осы ат спорты бізде кенже қалып бара жатыр. Шауып жүр ауылда, бірақ десе де республикалық деңгейде бір деңгей жоғары көтеру, ат салыссақ деген ой болып жүрген. Досымжан Таңатаров ағамыз айтып, осындай бір көкпар жасасайық, өзара тартысып көрейік. Жақсы деп, содан жігіттердің бәрі енді сол атқа мініп жүрген жігіттер ғой, бірден келісе кетті ғой. Аяқ астынан жиналып қалдық осылай. Бір дүйім ел болдық мына жерде. Уақытты ешкімге бермей ойнаймыз. Мықты шабандоссыз ба? Иә, бірақ ешкім білмейді соны. Атын шықпай жатыр шабандоз ретінде. Қанша шулатып жатырмын десем де. Енді Аллаға шүкір өз деңгейінде, өзім достарым арасында атқа міне алмайтын. Солардың арасында мықтымын. Жоқ, бірақ мына жерде де өйткені мен мықтымын деп айта алмайтын, өйткені мына жерде мықтылар көп. Бірақ бір жігітке жетерлік бар енді атқа мінетін дүниеміз. Өнеріңіз бар, иә? Өнеріміз бар. Ат үстінде ойнап, енді шулатып, ешкімге бермейді шабам деп айтпаймын, бірақ көкпардың атын шығаруға, үлес қосуға, шабыт беруге, оған енді Аллаға шүкір. Актер ретінде белгілі тұлғасыз Мадияр. Шабандоз ретінде жағдайыңызды өзіңіз айтып отырсыз. Актер ретінде қаншалықты мықтысыз? Өзіңізді кімнен кем, кімнен артықпын деп санайсыз, әлде басқа пікірдесіз ба? Өз-өзіме конкурентпін. Өз-өзімнен асуға тырысам. Өйткені басқа кісілерді мен қызығып қараймын, олармен таласпаймын. Кімдерге қызығасыз? Көп, бәріне қызығамын. Өлбек ағамыздан бастап, Нұржан Төлендиев, Жүсіп ағаларымыз қандай табиғи, таза талант, табиғи сахнадағы өмірлік екеуін ажыратамай қалатын сәттеріміз бар. Сізше? Бізде енді білмеймін, енді сырт көз сыншы, сіздер білулеріңіз мүмкін. Ал енді өзім кішкене еріншектігім бар актер ретінде. Өйткені сіз бұдан да мықты нәрсеге лайықсыз деп айтқан кезде, шынымен де өзің ойлайсың. Қиялыммен өзімнің мүмкіндігімді салыстырған кезде, өзім қиялымда көп нәрсе жасаймын да. Бірақ соған жетуге болады, сол мүмкіндіктерім кейде жетпей жатады. Бірақ шыңдасаң жетеді. Себеп тек қана еріншектік пе, әлде қаншықтық та бар ма? Жоқ, еріншектік. Сосын өзі жас келе қолыңды ұстайтын дүниелер көп болады екен. Ұстайды болғанда енді оның бәрі керек дүниелер ғой, бала шағыңнан бастап. Керек дүниең бар, ағайын туыс араласу, құда жекжат боласың деген сияқты. Бір үйдің жаңағыдай құдасысың, бір үйдің күйеу боласың, бір үйдің ел ағасысың деген сияқты бару келуің бар, араласуың бар. Соның арасында жүріп, өзіңнің актерлік шеберлігіңді реттеп, бірақ енді мен қай жерде жүрсем де, мен жұмыс істеп жүремін. Үйде демалып жүрсем де жұмыс істеп жүремін, шай ішіп отырсам да жұмыстамын. Былайша айтқанда түгел мидың бәрі жұмыс істеп жүреді. Құдалықта жүрсем де бір нәрсе іздеп жүремін. Көкпарда жүрсем де сол творчествоны шыңдап жүресің. Қонақта отырсаң да сол творчествоны шыңдап отырасың. Барлық жерде Трамп бар ғой, экс-президенті, сол айтпақшы, мен гольф ойнап жүрсем де бизнес жасаймын деп. Тура сол сияқты бізде барлық жерде осы қызметімізді, жұмысымызды жасап, актерлік шеберлігімді шыңдап жүреміз. Сөзіңізден ұстайын, Мадияр. Альберт Эйнштейн айтқан ғой, ең ғаламат идеялар ваннаның ішінде ең ыңғайсыз жерде келеді деп. Көкпар барысында жаңа актерлығымды, өнерімді шыңдайын деп жатсыз. Идеялар жиі келе ме? Идея деген ол сенің миыңның ішінде ғой. Ал сыртқы келбеттің барлығы соған себеп. Көкпар соған себеп сенің идея туындауыңа. Көресің, біреу құлайды, бір нәрсе қылады, бір нәрсе деп айтып қалады. Сол кезде сенің соның миың тез қорытып, содан бір нөмір дайындап жіберу деген сияқты. Бір күлкілі сәтін тауып деген сияқты, аяғын басқаша аяқта жіберу деген сияқты.
сол сыртқы істің барлығы физикалық құбылыс көз көргеннің барлығы себеп, ал енді қорытып одан әдемі нөмір жасау ол сенің қиялыңда. Ол ваннада келе ма, ұйықтап жатқанда келе ма, жұмыста келе ма, миың ішінде ылғи жұмыста жүресің. Қияли адамсыз ба? Қиялимын. Қатты? Қатты. Әлі күнге дейін бала сияқтысың деп айтамын. Мәңгілік сәби бейнесі, мәңгілік бала бейнесі дегендей. Қатты қиялданамын. Бала сияқты болсаңыз аңғал болдыңыз ғой? Иә, аңғалдығым бар. Көп алданасыз ба? Көп алданамын. Алданғанда қалай? Қиялымда, ойымда көп нәрсе жасап беремін деймін да. Бірақ бәрібір орысша айтатын бір орыстардың несі бар еді ғой, бір күлкілі әдемі. Хочется как лучше, получается как обычно деген сияқты. Жақсы қылып істеп беремін дейсің де, бірақ әдеттегідей болады. Кейде соған өкінесің да, көп нәрсе уәде беріп қойыптым ғой деп. Барлық аңғалдығымен, я жасайық, бүйтейік, сөйтейік деп қаласың, соңында барлық жоқ деп кетіп қалған кезде ой деп уәде бергенің де қалады, бір бала сияқты алданып жатасың. Кейде кез келген нәрсеге бала сияқты қарайсың қиялмен. Ол бала деген шынымен де ол жындылықтың белгісі или болса миы піспегендік емес. Бала деген алдаудан, арбаудан, өтірік неден, арамдықтан, қулықтан пәк қой бала. Сол нәрсе ғой енді, ол мәңгілік бала бейнесінде болуымыз керек дегенде сол. Бәріміз жүрегімізде бала болуымыз керек. Алдау, арбау, қулық, сұлулықтың бәрінен. Біздің ол түсінігімізде ғана есейген адам алдауға болады, есейген адам шылым шегуге болады, есейген адам арам нәрсе істеуге болады, арам нәрсе ішуге болады. Балам саған болмайды, саған болмайды деп. Ол негізі бәрімізге болмайтын нәрсе ғой. Қулық, алдау, арбау, арамдық, өтірік. Әйтсе де арамызда бар ғой ондай адамдар. Иә, бар. Жиі ұшырасатын шығар, әсіресе өнер жолында. Ең қиыны білесіз ба? Ең қиыны сен соның алдап тұрғанын біліп тұрғаның қиыны. Неге қайта? Сол алданбайтыныңызды біліп тұрасыз ғой ондай сәтте. Білесің ғой, бірақ қиын деген арқаңнан көрсетпей шағыратын кез емес пе? Жоқ, сенің бір жақсы көретін адамың, жақсы сенген адамың, сенің көзінше сені алдап тұрғанын біліп, оның ар жағындағы пиғылын, соңында немен аяқталатынын бәрін біліп тұрасың ғой. Сол қиында, қимай тұрасың ғой ана адамыңды. Қойшы деп ішіңнен енді бетіне бірден бұл жеткізіп айтпайсың ғой. Бірақ десе де бір момент сәт күтіп, соң ғибратпен жеткізіп, жүрегін ауыртып алмайыншы деп. Алдап тұрса да жүрегін ауыртпа деп ауыртпай тұрасың да, сол қиында ана сенің бір сондай сыйлайтын, құрметтейтін адамың сені алдап, сені бір пайдаланайын деп тұрғанын біліп тұрған кезде, мен сен жүрегім қимай тұр ғой деп тұрасың ғой ішіңнен, ай деп ішің жылап, анау үшін бір ұялып, қиналып тұрасың, сол жаман ғой. Қазіргі күнде сол ғой. Кешірімсіз бе? Әрине, мен өз кешірімге деген тез бір түсінгеннен кейін ба деп ойлаймын. Мен баяғыда енді Құдай кешірсін, өз ашуланып, заланып, жылдар сөйтіп жүре беруші едік. Кейінгі кез білдік қой ол. Оның ешкімнің ештеңесі кетпейді. Сені ренжітіп, сені өкпелеткен адам. Сен ол өзіңнің өзің жауысың да. Өкпенің бәрі өзіңізде қалады. Иә, ол ренжу, өкпе деген ол сені құрдымға жіберу нәрсе. Ол адам әдейі сөйтуі мүмкін, өз қолымен ештеңе істей алмай, сені ренжітіп қойып, сенің ызаланып, өзіңмен өзің ауруға шалдыққаның, өзіңді өзің жегенің, сол арқылы жұмысыңды құлатқаның, семьяңмен быт-шыт болғаның, балаңа қырылғаның, ортадан достарыңнан кетіп қалғаның, ол жеңіске жетті ол адам. Ал енді сен өзіңнен өзің жеңілдің. Ол айтты да кетті. Ол адам сен өмір бойы көрмеуі мүмкін. Тіпті ол дүниеден өтіп кетуі мүмкін. Болады сондай жағдайлар, естіп жатамыз. Марқұм жақсы кісі еді десең, қойшы айтпашы соны. Деп дүниеден өтіп кетсе де, анау ренжісі мына жерде тұрып, сол үшін ана кісімен ренжісіп, анамен ашуланып, есіне түссе сол күн ауырып қалып, давлениесі көтеріліп, қарасаң ол адам жоқ қой. Бірақ сен өзіңмен өзің, былайша айтқанда, ол сенің ішіндегі жауыңды пайдаланды да. Нәпсі деген біздің жауымыз бар ғой. Пайдалансаң, сенің досың. Ал енді дұрыс пайдаланбасаң, ол енді сенің қас жауың кез келген адамға сені ұстап береді. Оның қолынсыз сені жығып береді жерге. Сол сияқты мен енді өзім ренжуге жалпы жоқпын. Бірден реті келсе, кешірім сұрап, бәрін реттеп кетуге тырысам. Өйткені оларды одан кейін көремін ба, көрмеймін ба, ол біріншіден мен өзіме пайда, денсаулығыма, және жолымның болуына, ісімнің алға жүруіне мен ешқашан кедергі жасап тоқтатпайды. Есіме түскен уақытта нервім келіп ыдысты лақтырып жіберіп болмаса, аппетитім болмай тоқтамайсың. Ал енді ең пайдасы, сен оны кешіретін болсаң, саған үлкен көп жақсылықтар келеді. Яғни мен түсінгенім, құлар залымдығымен жеңіске жететін болса, өзіңіз сияқты адал, аңғал
азаматтар адамдар өзінің жеңіске қалай жетеді? Кешірім арқылы ма? кешірім арқылы. Өйткені оны Басқа тетігі бар ма? жоқ, бізді анау қағида бар. Бізді жамандайтын адамдар ол бізден төмен адамдар дейді. Ал енді бізден жақсы адамдар бізбен шаруасы жоқ дейді. Олардың ештеңемен сенімен шаруасы жоқ дейді. Олар өзінің тірлігін істеп, басқа дамудың жолында жүрген адам. Сіз де солайсыз. Иә, ол сені жамандайтын адам, ол сенен төмен адамдар. Сені көре алмайды, сені ызаландырғысы келеді, сені шалып қалғысы келеді. Сенің жеткен жетістігіне жете алмағаннан кейін, өзінің мүмкіндігін пайдаланбағаннан кейін, өзінің кемтігін ақтап алу үшін, біреу жамандап, біреуді анау деп, мынау деп, ол өзін ақтау ғой адам. Өзімізді ақтаймыз біз негізінде. Керек не біреудің, мысалы, маған оның бір нәрсесі дамығаны, өйткені оның маған пайдасы жоқ. Тек мен өзімді ақтап алғым келеді да. Адам солай ғой. Өзін ақтап алу үшін, ой, ол деген негізі андай арамдықпен алған ол адам бүйтіп жеткен, ол адам сөйткен, ол бүйткен. Жақсы кете берсін. Мүмкін өзін ақтап алу үшін, кейде ішкі өзінің бір комплекстарын жеңу үшін сондай әрекетке баратын шығар. Мүмкін енді ешкімнің ішіне кіріп шыға алмайсың, бірақ дегенмен жалпылама алғанда, енді реально қарасаң, шын ақиқатқа тура қараған кезде, адам ол өзін ақтап жатыр. Біреуді жамандау, ол өзін ақтау ғой енді. Енді мен негізі одан жақсырақ едім, тек мен анау бүйтіп қалдым, сөйтіп қалдым, олар андаймен жеткен, біреу арқылы сөйткен деген сияқты біз бәріміз пендеміз, солай айтамыз. Сондықтан адам жақсылыққа жетемін десе, ол өзінде, өзінің кемшілігі өзін жеңіп қояды да. Қолыңызда қамшыңыз әдемі екен. Қамшыны қандай жағдайда пайдаланасыз? Үйде ілініп тұра ма? Бәйбішеге тие ма, бұл қамшы тимей ма? Бала-шағаға? Бәйбіше массаж жасаған кезде десең арқастаған жоқ. Бұл қамшы үйде бар менде. Бір емес, 3 қамшы бар. Бұл атадан қалған салтымыз, дәстүріміз, біздің салт дәстүріміз, әдет ғұрпымыз, біздің қамшы. Бұл қамшы деген, біреу енді ойлауы мүмкін, қамшы дегенде аты сондай. Бұл тұз деген сияқты ғой, тұз десе бір ашты, бір сондай адам жей алмайтын, оны берсең не істеймін бұны деп қазір. Бірақ ешқандай тамақтың дәмі келмейді. Атам қазақ бұл қамшымен дүниенің өлшем бірлік етіп қойып қойғанда. Бұл қамшы дегенде бірінші бізге ұру соғу деп емес, бұл қамшы дегенде бұл дүниенің 5 күн қамшының сабындай қысқа екенін ескертеді. Бұл қамшының сабы 1, 2, 3, 4, мынауымен 5 болады. 5 күн жалған өмір, 5 уақыт намазың, 5 күн бүгін сені. Бұл жалған дүние екені, осы кетеді де қалады. Бір күні қолыңда бар, жоқ болса қалады. Бұл қамшының отағасының бар екенін көрсететін, бұл қазақтың даналығы. Қамшы төрде тұрса, қамшыны киіз үйге былай іліп қоятын болса, бұл отағасының бар екенін білдіреді. Ал енді былай іліп қоятын болса, бұл отағасының қайтыс болғанын білдіреді. Бұл үйде ер адамның қайтыс болғанын, асыраушысы жоқ адам екенін білдіретін болған екен. Бұл қамшымен көп нәрсені пайымдауға болады. Бұл қамшы тәрбие, бұл қамшы қазақтың даналығы, бұл қамшымен адамның дүниеден өткенін де кезінде білдірген. Қамшың сынды деп жеткізу, бір бәйбішесінің қайтыс болған билердің дүниеден бәйбішесі өткенде қалай жеткіземіз, қалай хабар береміз дегенде, биеке қамшыңыз сынды деген кезде, қамшы бұл үйдің иесінің дүниеден өтіп кеткені. Бұл үйдің иесі, бұл үйдің киесі деген сияқты. Көп мағына жатыр. Бұл қамшыны ұстаған қазақ рухтанады. Бұл қамшыны ұстаған жігіттің бір ерлігі бар. Бұл қамшы ұстаған елді басқаруға. Ел басқаратын би болғанда оның қолына қамшы ұстатып, бала қамшыны ұстап өскен, елін жерін қорғайтын, ер азаматтық, бұл ер жігіттің намысын оятатын дүние. Бұда көп мағына жатыр, мән жатыр. Сондықтан бұл қамшыны әрбір қазақтың жігіттің қолынан түспеу керек. Керек болса қыздар да қамшы ұстаған. Атқа мініп, кезінде жауға шапқан, садақ атқан, қамшымен мал баққан деген сияқты. Қамшысы жоқ адам атқа отырған кезде жүре алмай да қалады. Әрине. Қамшы берші деп қаласың. Мадияр, қамшыңыз әрқашан биікте, жоғарыдан ілінсін. Тағы да әңгімеңізге рахмет. Ал құрметті Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ұжымы, ұстаздарымыз, шәкірттер, бауырлар, іні қарындастар, баршаларыңызды келіп жеткен қазақтың төл мерекесі, әз Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Ақ мол болсын, ынтымақ береке болсын, ауызбіршілік болсын, қазақи салт санамыз түгел болсын. Әрқайсыңыздың бойыңызда күш қуат,
ер азаматтарымыз аттан түспесін, қыз келіншектеріміз тату болсын, ынтымақ бірлік болсын деймін. Мереке құтты болсын. Ассалаумағалейкум бәке. Уағалейкум ассалам. Қош көрдік. Мынау бүгін көкпар алаңына келіп ерекше бір күйге бөленіп жатырмыз. Өнер адамдарының көкпарға келуі қалай? Жалпы ол жақсы үрдіс пе? Болмаса сіз бұл ортаға қалай келдіңіз? Енді бала кезден де бастамай қойын жалпы. Осы күз мезгілінен бастап біздің өнердегі бір азаматтарымыз атқа мініп жүрді. Оның үстіне ауылға барған кезде де ағайындар көкпар шауып жатады. Сонда жаңағыдай сый құрмет көрсетіп, серкен тақымға басып беріп жатады. Жалпы енді бала кезімізден атты сүймей өскен, ат жалын сипамай өскен қазақ жігіт кемде кем ғой. Соның бірі болғаннан кейін осы Данияр Дәуке көкпар клубынан басталды. Содан кейін былай өзім үшін жеке жаттығып жүргеннен кейін, жеке атқа мініп жүргеннен кейін осы өнердегі аға бауырлар бас қосып осындай бір жобаны іске асырсақ деген сондай ұсыныстар болды. Ол бір емес бірнеше жігіттің бірнеше жылдан бері ойлап келе жатқан жүзеге асырсақ деген идеялары. Содан 4-5 жігіттің басы қосылғаннан кейін осындай бір Алматы облысы, Қарағанды облысы, Ақмола, Шымкент, әр өңірдің өнерпаздары бас қосып командалық көкпар жолдастық кездесу өткізіп өзімізше іріктеліп көкпар ұлттық өнерімізді дамытып жүрміз. Мынау енді жылқымалы болғаннан кейін, оның үстінде мынау қызуқанды ойын болғаннан кейін оқыс жағдайлар көп болады ғой. Мен де бұрынғы көкпарларда да үлкендерден еститінбіз. Ерегес туып қалады, болмайтын жерде кекілжің шығады, қамшымен салып жібереді дейді. Сол сияқты біз өнер адамдары кішкене мынау қаны қызу келеді, сезімтал келеді, ондай тұстар болды ма? Сол жайында бір ауыз. Енді алдында бір жолдастық кездесулер болған кезде біз бір командада емеспіз, жай бір өнердегі азаматтар, спорттағы азаматтар кездесіп ойнаған кезде сондай бір қамшы сабаласу, жаңағыдай бір-біріне дөрекі сөйлеу, яғни эмоцияға беріліп мінез көрсету деген сәттер болды. Ал енді одан кейін біздің арамызда болған емес, өйткені барлығы ініге ізет, үлкенге құрмет көрсетіп жүрген, барлығы өз өнердегі өресі биік, мәдениеттің ошағында жүрген мәдениетті азаматтар ғой, сондықтан ондай арамызда жоқ. Ал енді ондай мінез көрсететін, басқа қылатын, ондай үлкен-үлкен көкпарларға барсақ та, Аллаға шүкір, қазақтың азаматтары салмақтылықты, салиқалықты дәріптеп ондай болған емес арамызда. Ер азаматтың барлығы осы көкпарға келу керек деп ойлайсыз ғой, болашақта? Қала жастары болсын. Жылқы десе қазақ десе жылқы, екеуі бір-біріне егіз ұғым. Ол бір жарнамаға зәру емес, енді атқа мініңдер. Дамығың келсе, рухыңды оятқың келсе, тек қана қазақты тану керек болды. Басқа ештеңе айтпай. Қазақтан асқан, қазақтан озған, қазақтан асқан дана ұлт жоқ дейсіз ғой. Ұлы, өресі биік, қазақтан асқан халық жоқ дейсіз. Наурыз мерекесін бала күнде қалай тойлайтын едіңіз? Есіңізге? Бала күнімізде ауылда кәдімгідей Наурыз мерекесі үлкен мектептің алаңында жаңағы қазақ үй тігіп, алты бақан тігіп дегендей сондай өтетін. Кейін кездер кішкене ондай үрдіс байқалмай жүр. Сондықтан да біз бала күнімізде жаңағы аттың үстінде балуан күресір, бала болсақ та бізде бос кілемге шығарып күрестіретін, сөйтіп жаңағы бәйге болатын, сол наурыз тойларда көбінесе, жайлауда, жазғы тойларда малшылардың сүлеті дейді, жәрмеңкесі дейді, малшылардың мейрамы дейді, соларға арналған бір той болады. Сол кезде бәйге шауып, сөйтіп жаңағы өткізетінбіз. Енді біздің бала күнімізде наурыз сондай бір әр дастархан, әр көшені бөліп тастап, әр ауыл жасайтын. Сол ауылға жаңағы қазылар алқасы тағайындалатын, олар жаңағы дастарханына ән биіне бүкіл жаңағы дәстүр, салт дәстүрін көріністерін тұсау кесер, жаңағы бесікке бөлу деген секілді, сонда қыз ұзату, сондай келін түсіру, қоржын ашу, сондай әр ауыл болып жаңағы әр көше сөйтіп өзіміздің салт дәстүрімізді қорғайтынбыз. Сондай жерде жаңағы өнерпаз, енді біздің ауылдың өнерін тамашалаңыздар деп біздің көшенің атынан мен жаңағы домбырамен өлең айтатын, сол балалардың күресіне түсетінбіз. Алты бақанға бір ән біткенше алты бақан тербеліп, сөйтіп жаңағы көкпарларды бізден бала күнімізде андай салым салу деген жоқ болатын. Енді қазір ол кезде бір адам басты, бір үйге апарып тастайды, ол үй жаңағы жолын береді. Содан кейін барып жаңағы келесі адамға басып береді, ол келесі үйге барып тастайды. Аттың маңдайына жеңгелеріміз, шешелеріміз орамал байлап беретін, болмаса сол жолын жаңағы тиын беретін, жаңағы жолын берген. Жиі олжалы болатын дедіңіз? Иә, жиі. Енді ол кезде баламыз ғой, біз енді кейіннен кейін осы балалық шағымызда кішкене аттарды азайып кетті, 90-шы жылдардың тоқырау заманына тура кетті.
малдан өзі 4 түліктен ит қана қалған заман болды ғой өзі. Сол кезде кейін осы өз қолымыз өзіміз аузымыз жеткен кезде кішкене мал ұстап 4 түлікке қайтадан бет бұрып осы көкпарды, осы бәйгені, жалпы ат спортын, 4 түлікті мал соқты жандандырып жатырмыз. Бұл енді жылқы қасиетінің бір қасиеті, бұл жылқының мысалы ол өзінің үйіріндегі өзінің құлына шаппайды. Содан кейін өте сезімтал жылқы, иесін таниды, шақырса кісінеп жетіп келетін. Енді қазақта өзі тұлпарлар аз болмағы ғой. Мә керек болса. Ойын қатты қызған уақытта мысалы жарыс қой енді, бұл да үлкен дода. Сондай кезде ашуға берілетін кездер. Әрине, ол енді адамның эмоциясы. Біз адам деген жерге түскенде бөлек, аттың үстінде қазақ бір бөлек қой. Екеуінің айырмашылығы атқа мінген адам рухтанып кетеді, атқа мінген адам арқаланып кетеді дегенде, кәдімгі ат деген анау ердің қанаттаны біласың, сен кәдімгі астындағы пырағың. Атқа мінген кезде алдыңдағын қарамайсың, жайпап өтесің, намыс бар, буып қағады, кейде әділетсіздік болып жатады, кейде өзің қағып кетіп жатады, кейде тобықтан қағып кетіп жатады. Енді бұл ат деген кейде бас бермей кетеді. Сондықтан да сондай сәттерде енді ашуға болып, эмоцияға кетіп қалатын. Енді өнер адам болғаннан кейін ондай да болады ғой. Әділетсіздікке жиі ұшырайсыз ба? Жиі ұшыраймын деп айта алмаймын. Мен өзімді ренжітуге ешкімге жол бермеймін. Әділетсіздікке табан түрде қарсы тұрамын. Демек, көкпар алаңында да әділетсіздік жасамайсыз? Жасамаймын, өзім әділетсіздік жасамаймын. Пырағыңыздың аты кім? Қайсы? Мама Дүлдүл. Дүлдүл? Атты өзіңіз бердіңіз бе? Жоқ, ол осы Дәукей клубының аты. Қазірше мініп жүрген енді өзімнің аттарым өзім ауылда, өзімде. Мына біздің ұлы мерекеміз, ұлық мерекеміз, төл мерекеміз, қазақтың өзі жыл санаудың, жыл қайырудың басы болып саналатын біздің наурыз мерекеміз, жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілер шағында жететін, әрбір дәннен құралған 7 түрлі тағамнан көжесін ұсынатын, араздасқан ағайынның татуластыратын сондай бір қастерлі мереке ғой. Осы ұлттық аграрлық университетті тілектес ағамыз басқарып отырған, ол жердегі қаншама ғұлама ғалымдар бар. Мен өзім сол жердегі үлкен академик кісілерді білем. Осы қазақ ауыл шаруашылығына, аграр өнеркәсіптің дамуына бірден бір сүбелі үлесін қосып жүрген оқу ордасы. Шәкірттер қаншама табиғатты қорғап жүр, жерді қорғап жүр. Осы жердің қасиетін сезіндіріп жүр бізге. Құдай көктеген жерге береді, жердеген ерге береді дейді. Міне соның ортасында дәнекерші болып жүрген осы ұлттық аграрлық университеттің барша ұстаздар қауымына да, студенттеріне де, жалпы сол шаңырақтың астында еңбек етіп жүрген, білім алып жүрген, білім нәрімен сусындап жүрген барша азаматтарды, іні қарындастарымызды, үлкен аға әпкелерімізді наурыз мерекесімен құттықтаймыз. Алла Тағала өздеріңіздің осы университеттеріңіз әлемдік деңгейдегі Оксфордтың, Кембридждің, MIT-дің сондай бір әлемдік деңгейдегі университеттің қатарына қосылатын университет болыңыздар. Теңеспекшіміз. Иә, Құдай қаласа. Сондықтан да істеріңізге сәттілік тілеймін. Шәкірттеріңіз сенімдеріңіз ақтай берсін. Наурызымыз құтты болсын. Сіздерде наурызды қалай тойлайсыздар? Болмаса наурызда қандай жоспарларыңыз бар осы көкпарға байланысты? Енді өнер адамдарынан құрылған ұжым болғаннан кейін әрқайсының өзінің жеке ұжымы бар, өзінің жеке істейтін. Бұл енді біздің бір негізгі жұмысымыз емес қой. Бұл біздің аптасына бір-ақ рет келеді. Біреулер футбол ойнаса, біреулер волейбол ойнаса, біздер жиналып осы атқа мініп көкпар жабамыз. 22-сі күні осы өнер көкпарына Алматы өнер көкпар ұжымын бірнеше телеарналар шақырып жатыр. Бізде өйткені біздің арамызда әнші де бар, актер да бар. Сонымен қатар сырнай тартатын әншілер бар. Әрі салсерлеріміз бар, өкітшілеріміз де бар. Біздің ішімізде этно өнер орталығы бар біздің ішімізде. Осы жігіттердің бір мүшесі, ол өз арнайы бір команда болып бізге келіп қосылып шабады. Топ жарған этно өнер орталығы деген сияқты. Құстарменен, сол сияқты әртүрлі жерлерде қызмет көрсетеді жігіттер. Бәрекелді, қандай тамаша. Сол сияқты өзіміз енді жеке сол наурыздың құрметіне, Құдай қаласа, мына алдағы уақытта бір бүкіл республикадағы барлық командалар қосылып, Тараз қаласында жолдастық кездесу өткіземіз. Сіздерде бапкер жағы қалай? Мысалы, ең алғаш келген біздер сияқты азаматтарға үйрету жағы қалай болады? Бізде арнайы атқа мініп, түсуді үйрену үшін біз бірінші жігіттерді бәрі ауылдан шыққанымен 15 жыл, 20 жыл аттан қол үзіп қалған көп. Мен де сондай едім. Мен енді өзім бастап сол осы Алматыда қазір 7 жылдай болды. Журналистика саласынан бір уақыт бөліп ат ұстап,
атқа мініп бәрін сайлап осы атқа керек жарақты құрал саймандарын сөйтіп өзім ат ұстап отырмын. Сосын ең бірінші мені шақырғандағы мақсат сол жігіттерді атқа мінгізіп бірінші біз үйреттік. Бір-екі ай аттың үстінде жүріп, бір-екі аттан құлап үйренді. Оның үстінде көкпардың өз тәртібі бар ғой. Иә, ол көкпардың тәртібін үйреттік жігіттерге. Тірі жан болғаннан кейін, жануар болғаннан кейін ауырмай тұрмайды. Иә. Бұның ем-домы қалай болады? Жалпы сіздер мынау жылқы зерттеп жүрген азаматтармен, ғалымдармен байланыстарыңыз бар ма? Жалпы. Мен өзім енді бірінші мамандығым журналистика саласынан Қазақ ұлттық аграрлық университетін бітірдік. Өзім ауылда өстік. Енді жылқы емдеудің енді қазір бұл да тура адам сияқты. Дұрыс мінбесең, дұрыс қарамасаң, әрине ол ауырады. Тоқтай шауып қойсаң, тағы жем беріп қойып, артына су берсең, аяғына жем түседі деген сияқты. Бұл біздің енді қазақи тәрбиемізбенен өзіміздің ауылда өскеннен кейін аталарымыздың, үлкендердің тәрбиесіменен бізге атқа қалай бағып, ауыртпай мінудің жолын жоралғысын көрсетіп қойған ғой бізге. Біз сол бойынша қараймыз. Қазіргі кезде жеке аурулар шығады, арнайы аттың бір аурулары бар. Оған ветврачтар шақырып, мамандар шақырасыздар. Арнайы мамандар шақырады. Жылқы жануарының қазақ тарихындағы алатын рөлі. Енді жылқы қазақтың қай тарихын қарасаң да, ол жылқысыз қазақ болған емес. Сондықтан мен ойлаймын, бұл Алла Субхана Тағала жаратқан кезде осы жылқыны игеруді қазақтың геніне программасы есебіне салып қойған деп ойлаймын. Себебі, мысалы, осы бізге қаншама жастар келіп жатыр, жылқы көрмеген, жылқы мініп көрмеген қаланың жастары келіп, осы жылқыны мінген кезде бірден гені оянып кетіп, оны игеріп кеткеніне мен өте таң қаламын. Мен басқа ұлттарда мұншалықты дәрежеде игеріп кетеді деп айта алмаймын. Соған қарағанда Алла Субхана Тағала ол бізді жылқымен бірге жаратқан сияқты. Жылқы мықты болу керек па, жоқ үстіндегі кейіпкер тұлға мықты болу керек па көкпарда? Ол екеуі де мықты болу керек. Себебі ол жерде аттың жүйріктігі, аттың жүректілігі көп мәселе шешеді. Қатты қара күш болғанымен бір оны ортаға атын кірмесе, шапқан жерге бара алмаса, ел жабылып кетіп жатса тақымыңа, ол сенің күшің көкке шыдамайды. Құрметті Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ұжымы, түлектері, ассалаумағалейкум қазақ елі. Мынау келіп жеткен Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Алла Субхана Тағала елімізге бақ, берекет, тыныштық, амандық беріп, мынау індеттен аман-есен құтылып, күнде ойын, күнде жиын, күнде көкпар болсын. Құрметті агроуниверситет түлектері, Алла қаласа сіздер де осындай көкпар шабатын, бір ауыл шаруашылығын дамытатын, сондай бір ғылыми нәтижеде мынау Канада сияқты елдермен бірге бәсекеге түсатындай қабілетке ие болады деп сіздерге сенеміз. Сіздерді Наурыз мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ұстаздары, ұжымы және де студенттер, қаракөздер, баршаларыңызды ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен құттықтағым келеді. Ұлыс оң болып, ақ мол болсын, елімізде бейбітшілік, тоқшылық заман болсын. Баршаларыңызды Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Наурыздан Наурызға аман-есен жетейік, аман болайық. Жалпы Алла Тағала қазақ еліне тыныштық пен береке, байлықты нәсіп етсін. Тасқында тау суындай көңіл жыры, қазақтың сосын басын қыры. Құрқырат құлағыңды кең далаңа бастырмай шөпке шарға тоқтап құры. Даланың той болғанда бүгін күні, жүйріктей бабындағы жүгірміні. Орайшап алдын артын жиын жұрттың, жарғыла бүгін күні, бұрын күні. Ассалаумағалейкум, құрметті аграрлық ұлттық зерттеу университетінің барша ұжымдастарын, барша білім алушы шәкірттерді, сол оқу ордасын басқарып отқан ағаларымызды, әпкелерімізді, қазақ халқының ұлы мерекесі, ұлыстың ұлы күні әз Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерге зор денсаулық, шығармашылық табыс тілейміз. Әрбір шаңырақта тек той болсын, қазақ елі жасай берсін. Аман болыңыздар. Қазақ өнер көкпарының атынан құттықтаймыз. Ассалаумағалейкум, құрметті студенттер, Қазақ ұлттық аграрлық университетінің студенттері. Сіздерді келіп жеткен 22 наурыз қазақтың түркі ұлтының
мейрамымен құттықтаймын. Бұл университет ауыл шаруашылығына үлкен үлес қосып жатқанын білеміз, сіздерге сенеміз. Сіздердің арқаларыңызда ауыл шаруашылығы дамып, гүлдей берсін. Сіздерді келіп жеткен 22 наурыз мейрамымен құттықтаймын. Құрметті көрермен, келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Бағдарламаны жүргізген менің әріптесім Қанат Әмірханов және Гүлнар Телғозы. Ауылдан адам көшкенмен, адамнан ауыл көшпейді.